Ассаламуалейкум ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз сараңдық жайлы өрбімек. Қазақ халқында қас сараң өз тамағын өзінен тығады деген нақыл бар. Өмірде қанша бай болса да, байлығын өз бала шағасына, өзіне қимайтын бейшара пенделер бар. Мысалы, америкалық қаржыгер Генриетта Хоулен Грин өз артынан $100 миллион қалдырған. Ол күллі өмірінде Чикагоның бүкіл пәтеріне иелік етіп тұрса да, арзан пәтердің бірінде өткізген. Бір күні оның баласы аяғын сындырып алады. 3 күн бойы тегін аурухана іздеп ала сүріп жүргенде, ұлының зақымдаған аяғы асқынып кетіп, оны дәрігерлер тізеден кесіп тастауға мәжбүр болады. Сараңдық адамның жүрегін имандылыққа емес, дүние қоңыздылыққа толтырады. Сондықтан оның өзін, отбасын ойлауды қойып, жатса тұрса ойлайтыны байлығы болады. Өзі тоймастың көзі тоймас деген мәтелге сай, өзінің байлығы өзгенікінен аз көрініп, қайтсем бәленшенің байлығынан асып түссемін деп, неше түрлі қылмыстық әрекеттерге барып, көлеңкелі бизнеспен айналысу, қылмыстық топтар құру сияқты әрекеттерге барып жатады. Яғни, сараңдықтың соңы арамдық деген мәтелге сай болады. Өйткені жүректе имандылық, сүйіспеншілік, адамгершілік сияқты қасиеттер қалмай, оның орнына байлыққа деген сүйіспеншілік, махаббат орнығады. Сөйтіп сараңдық адамды Алла тағалаға құл емес, дүниеге құл етеді. Дүниеге құл болып, бүкіл өмірін тек қана баюға арнаған пендені бақытты деп айта аламыз ба? Ол кімге керек? Сараңдық емденгенмен жазылмайтын ауру. Біреуге келгенде сараңның қолы тастай берік. Сараң нағыз ұятсыз. Сараң жияды, ішпейді, жемейді, істеп ұстайды дейді халықтан алған. Ал майқы би болса, сараң үйге кісің түспесін, парақор биге ісің түспесін деген екен. Сондықтан баймын деп мақтанбай, астамшылдыққа салынып, ысырапшылдыққа жол бермей, жүрегіміздегі сараңдық сияқты жаман қасиеттердің тамырын түбірмен жұлып, оның орнына иман нұрымен нұрланған жомарттық дәнін сепкеніміз абзал болады.